Қайырлы күн достар, сіздермен бірге бал қаймақ арнасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз үй жағдайында квас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осылай фильтрден алынған су, 3 литр банкіні осылай толықтырмай, жартылай етіп, суды құйып аламыз да, үстіне ашытқы саламыз. Яғни закваска. Бұл үйде дайындалған, қолдан дайындалған закваска. Закваскамыз осылай судың бетіне қалқып тұрады. Енді бізге 2 ас қасықтай солытты қайнаған сумен осылай ертіп, араластырып, қоймал жыңғыл ертіп аламыз. Ертіп алып, дайын тұрған суымызға құямыз. Құйып, әбден араластырып, үстіне қатып тұрған 1-2 нан болса да салып жібереміз. Міне суымыз осындай мутный болады, әбден мутный болған соң, бұл енді 1 күн тұруы керек. Мен үстіне үйдегі қатқан 1-2 наннан салып қойдым. Енді әдемілеп араластырып, бетін пищевой пленкамен, не болмаса марламен жабуға болады. Мен пленкамен жауып қойдым. Бұны қай күні, қай уақытта жасадыңыз, ертеңгі күні дәл сол уақытқа дейін тұруы керек. Ертеңгі күнде сол уақытында алу керек. Оған дейін ол ашып, өзінің бабына келіп тұрады. Мінекей. Менің квасым 1 сутка тұрды. Енді бетіндегі нанды, заквасканы осылай жаймендеп, қасықтың көмегімен алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін таза ыдысымызға сүзгіден өткізіп, сүзіп аламыз. Түбіндегі қоюын қалдырамыз. Түбіне дейін құйып тастамаймыз, түбінде қоюын қалдырамыз. Осылай сүзіп алғаннан кейін шекер салып, 200 грамм, 300 граммдай шекер салып, дәміне қарай қарап отырып, шекер салып, әбден араластырамыз. Араластырғаннан кейін ол уже газы шыға бастайды. Шекер салғаннан кейін газы шыға бастайды, және осы газын шығыңқыратып, тағы да сүзгіден сүзіп алып, оны енді баклажкаларға құюға болады. Таза баклажкаға құйып, холодильникке салып қоямыз. Салқындатып ішсеңіз өте дәмді болып шығады. Ал егер газсыз да істеуге болады, газдандыруға да болады. Егер газды қылып ішкіңіз келсе, 10 шақты түйір мүйізді салып жіберулеріңізге болады. Сол кезде оның газы шығып, біздің квасымыз нағыз дүкендегі квастан артық болмаса кем болмайды. Мінекей. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыз, алдағы уақытта көптеген қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Бір кәдеңізге жарасын, ас болсын. Жаздың ыстық күндері осылай қолдан жасап, салқындатып ішсеңіз, өте пайдалы әрі дәмді ас болсын.